Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қысқа арналған кабачкиден өте дәмді икрамен бөліспекшімін. Барлық керек заттар видеода анық көрсетілген. Ал дайын болсақ кеттік. Кабачкиді ұсақтап майда етіп турап аламыз. Сәбізімізді үлкендеу ірі етіп теркадан өткізіп, жуамыз бен чесногымызды тура осы видеодағыдай етіп ұсақтап тураймыз. Ал енді дайын болған көкөністерімізді қызып тұрған майда 10 минутқа бұқтырып аламыз, яғни баяу отта міндетті түрде араластырып тұрамыз. Барлығы жақсы бұқтырылып болғаннан кейін үстіне тұзымызды, қантымызды және кабачкемізді салып 30 минутқа бұқтыратын боламыз. Ал мінекей достар, 30 минут өткеннен кейін міндетті түрде арасын араластырып тұруды ұмытпаймыз. Жақсылап суы шыққаннан кейін міне тура осы видеодағыдай етіп үстіне қара бұрышымызды және томат пастасын салып тағы да бір араластырып бұқтырып аламыз. Тура видеодағыдай етіп жасаймыз. Яғни тұзын немесе қантын өздеріңіздің дәм тұстарыңызға қарай, көңілдеріңізге қарай салып отырсаңыздар болады. Біреуге ащы немесе біреуге тәтті ұнауы мүмкін. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біздер үстіне уксусымызды құямыз. Яғни уксус құйғаннан кейін 3 минутқа қалдырамыз отта. Және оны оттан суырып аламыз да үстіне блендермен тура осылай езіп шығамыз. Яғни пюре сияқты болу керек. Қайтадан отқа, баяу отқа қойып, міндетті түрде қақпағын жауып, кішкене қайнаттырып аламыз. Дайын болған икрамызды банкамызға салып, жақсылап тұрып аузын жауып, яғни төңкеріп, жылы жерде орамалдың астына бұқтырып, таңға дейін күтесіздер. Ас болсын.